Бота мен Шерхан ұрысып тұрып жобаға келді. Бүгінгі эфир тосын жаңалықтарға толы болды. Шерхан мен Бота эфирге не үшін келді? Шерхан Ақботамен неге ұрысып қалды? Ақбота неге Шерханнан сөз естіді? Неліктен Ақбота Шерханмен қарым-қатынасын үзгісі келеді? Шерханның жұлдызға айналуына не себеп болды? Бүгінгі видеода Шерхан мен Ботаның осы және басқа да былықтары туралы айтатын боламыз. Қайырлы күн қазақ елі, көптен күткен Шерхан мен Бота жобаға қайта келді. Қатысушылардың барлығы Бота мен Шерханның қайтып оралғанын ұнатпады. Себебі олар жобаға қарсы болып, Қосылайықтың есігін тарс жауып, Альмира ханымға қарсы шығып жобадан кеткен болатын. 2 аптадан кейін Шерхан жобаға қайта оралды. Осы жолы эфирде Ақботамен ажырасқан ол өзінің үміткерін күтіп жобада отыруды мақсат етеді. Бұл екі жұп эфир сыртында ажырасып үлгерген. Бірақ олар жобаға қайта оралып, көрермендердің көзінше екі жаққа кетіп, екеуі де жобада қалу әрекеті болды. Бұл туралы олардың әлеуметтік желідегі мәлімдемелері шындық күйінде қалып отыр. Жобадан шыққан екі қатысушы көп ұзамай ажырасып кеткен болатын. Ақбота құрбы қыздармен Дубайға аттанып, Алматыға келгеннен кейін Шерхан Ботаны күтіп алғанымен аралары оңды шешілмеді. Нәтижесінде олар жобаға келуге шешім қабылдады. Студияға кірген Шерхан мен Бота бір-бірінің сөзіне құлақ аспай қайта жанжалдасып қалды. Олардың бұл әрекеті қатысушылардың ашуын келтірді. Жоба сыртында шешіп келмейсіңдер ме деген сұраққа Шерхан ашулы жауап берді. Альмира ханым оларды кешіріп, жобаның қатысушысы болып қалуына рұқсат берді. Бота мен Шерханның ара қатынасы оңды шешілмейтіні анық. Сондықтан олар өз үміткерін күтеді. Ал Шерхан мен Ботаның қосылуына үміттенген көрермендер үшін алдағы хабарларды тамашалаңыздар. Бәрін уақыт көрсетеді деп айтқымыз келеді.